Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Шакирова Айжан Аскаровна, мен медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Юсупов атындағы педиатрия кафедрасының ассистенті. Мен бүгін сіздерге кеуде клеткасының пальпациясы тақырыбында видео сабақ жүргіземін. Биылғы жыл 2025-2026 оқу жылы. Баламен сенімді қарым-қатынас орнатады, қолын жуады, науқасты шешіндіріп, оған ыңғайлы қалып береді. Кеуде қуысын пальпациялау үшін екі алақанды зерттелетін аймақтарға симметриялық түрде орналастырады. Алдыңғы бүйір, артқы беткейлер. Кеуде клеткасындағы ауырсынуды бағалайды. Екі қолдың саусақтарын қабырғалар мен қабырға аралықтар бойынша омыртқа мен кеуденің екі жағынан кезекпен басу жүргізіледі. Анықталуы мүмкін: ауырсыну, миозит, плеврит, қабырғааралық кеңістіктердің ісіну мен томпаюы, плеврит, плевраның екі ұшуы, тері асылық эмфизема, крепитация. Дауыс тілін бағалайды. Кеуде қуысының симметриялық бөліктерінде алақанды қою арқылы алдына, бүйір бетіне, артқы жағына, содан кейін балаға әр әрпін бар сөздерді айтуды сұрайды. Кішкентай балалардың айқайлаған кезінде тексереді. Кеуде қуысының резистенттілігін анықтау. Кеуде қуысы бір кезеңде екі жақтан екі қолмен алдыңғы және артқы және екі бүйір жағынан қысылады. Баланы киіндіреді, жүргізілген зерттеуді қорытындылайды. Қалыпты жағдайда пальпация кезінде кеуде қуысында ауырсыну болмайды. Кеуде қуысының симметриялы аймақтарында дауыс тілін бағалау кезінде дауыстық тіл бірдей күшпен сезіледі. Жоғарғы бөлігінде қатты, төменгі бөлігінде әлсіз. Кеуде қуысының резистенттілігі субъективті қысылу кезінде кедергі пайда болуымен анықталады.